Тары ұзақ мерзімге сақталатын құнды дақыл. Халқымыз жауынгер дақылы деп те атайды. Себебі тары қуаңшылыққа, аңызаққа және де ыстыққа төзімді. Диқандардан көп күтімді талап етпейді. Ғалымдар тарының шығу тарихы 5-7 ғасырлардан тамыр тартады деп жазып жүр. Әлемде тарының 500-ден астам түрі өсетіні туралы да деректер бар. Бұл бағалы дақыл тұңғыш шығыс елдерінде, соның ішінде Үндістан, Моңғолия мен Алтайда шыққан деген пайымдаулар алға тартылуда. Тарының бағалы да құнарлы дақыл екенін ата-бабаларымыз ертеден білген. Сондықтан да артына кеспе көже күн батқанша, бидай көже ел батқанша, тары көже таң атқанша деп сөз қалдырған болатын. Тарының тағам ретіндегі құнары мен жұғымдылығы, денсаулыққа пайдасы ғылымда әлде қашан дәлелденген. Адам ағзасында тоқтықты дарытуымен бірге емді қасиетімен де қадірлі болып табылады. Ол адамға күш-қуат береді, бауырдың жұмысын жақсартады, қан қысымын реттейді, ішек-қарын жұмысын жақсартады. Ғалымдар басқа да емді қасиетімен бірге адам ағзасындағы улы заттарды жоюға да септігі бар дегенді алға тартады. Тары адам ағзасына керекті дәрумендердің қайнар көзі. Онда ақуыз жеткілікті түрде болады. Аллергияға әсер ететін глютен жоқ. Б тобындағы дәрумендерге, бауырға қажетті холинге бай, сүйекке, жүрекке, иммунитетті көтеруге керек магний мен фосфор, калий, цинк көп. Онда көз жанарының бұзылуына әсер етерлік заттардың әрекетін тежейтін антиоксиданттар да бар. Өт қабы мен өт жолдарына пайдасы көп. Тары ботқа мен оның сорпасы ағзадағы артық холестерин мен токсиндерді, дәрілердің қанда ұйып қалған қалдықтарын сыртқа шығаруда үлкен көмегі бар. Бауырға да пайдалы. Тары ботқасы ағзаны қуаттандырып, артық тұзды сыртқа шығарады. Ескере кететін жағдай. Тарыны шамадан көп жеуге де болмайды. Қалқанша безі жұмысына әсер етіп, гормондарды түзу қызметі төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ ағзасында йод тапшылығы бар адамдар тұтынбаған абзал. Тары ботқасы сау адам ағзасындағы зат алмасу процесіне кері әсерін тигізбейді. Тек ғалымдар тарыны күндізгі нәрдің көзі ретінде тұтынбауға кеңес береді. Сондай-ақ гастритке шалдыққанда жеуге болмайды. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Деніміз сау болсын. Келесі жүздескенше. Бүгінгі ақпаратым пайдалы деген ойдамын. Сондықтан да сіздерден осы видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңіз бен лүпілдеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар, және де арнаға жазылып кетуді өтінемін. Барлықтарыңызға сәттілік және де қош сау болыңыздар.